сәлеметсіздер ме, құрметті оқырман? Әңгіме өмір атты арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, әсерлі әңгімелерді тыңдай отырыңыздар. Қателік, бірінші бөлім. Детективті әңгіме. Оқиға болған жерге келгенде байқағаным. Тал түс, сағат 12:30. Көшесінде адам көп. Бірі шарбаққа, асылы аулаға қарап тұр. Енді біреулер қақпадан сығалап үй жаққа қарайды. Айналасы қоршалған жеке үй. Қақпа алдында алдымыздан шыққан учаскелік жігіт бірде не болғанын баяндап кетті. Тоқашева Зере, 52 жаста. Осы үйдің иесі. Қонақ бөлмеде өліп жатыр. Куәгер кім? Куәгер Оралова Айкен. Ол келіншек әне, ол да осы ауылдың тұрғыны. Мен сәл бөгеліп, куәгер әйелге қарағанымда, Дос пен Айсұлу екеуі қақпадан үйге кірді. Қақпадан кіргенде тас төселген кең аула. Артық шашылған зат жоқ. Мен жерге қарап, үйге кіре беріске жеткенде, жерге жағылған қанды көріп, не болған екен дедім. Учаскелік жігіт басынан жарақат алыпты. Сыртта алған сияқты. Мына қан анау жақтан бері қарай жағылған, деді есік көзіне жалған қанды саусағымен шұқи, үй артына шошайтып көрсетіп. Ешкім таптамасын. Бөтен адам келді ме? Жоқ, тек куәгер есікті ашып қожайынды шақырғанда Тоқашеваны көріпті. Жақсы, куәгер ешқайда кетпесін. Жанат сұрақ жауап алады, дедім де үйге кірдім. Қысқа дәлізбен қонақ бөлмесіне өттім. Жарға сүйретіле қонақ бөлмесіне дейін қан жағылыпты. Бөлме жарық әрі кең екен. Әйел жиһаз алдында креслода басы сол жағына қисайып, ұйықтап қалған адам сияқты отыр. Қан көп аққан. Басынан төмен қарай көйлегіне, сосын жерге де ағыпты. Дос зерттей қарап отырып, әйелдің өлгеніне 14-15 сағат болған. Яғни кеше түнгі сағат 22-23 аралығы. Нақты сосын айтамын. Алдымен соққы желкесіне тигенде, әйел талып қалған. Сол кезде мына соққы тиген. Әйел есін жиып, үйіне өзі келген. Өзіне өзі көмектескісі де келген. Міне үйдегі аптекасын шығарған. Басының қанын тоқтатпаққа әрекет жасаған. Басын дәкемен таңбақ болған. Мына біреуінен йод құйып, басып та көрген. Бейшара соққының қаншалықты ауыр тигенін түсінбеген ғой. Соққы өміріне қауіпті еді. Екпе де салмақ болған. Керек дәрі таппаған. Шприц дайындапты. Аптека төгіліп, әр дәрінің ампуласын уыстап көргені жағылған қанынан көрініп тұр. Салатын дәріні таппаған. Әйелдің медицинадан хабары бар көрінеді. Әлсіреп ұйықтап кетіп, қан сұрағаннан оянбай өліп кеткен. Ішке де көп қан кеткен, содан өлген. Бейшара ішке қан кетіп жатқанын түсінбеген. Жедел жәрдем шақырса, тірі қалар ма еді? Қазірше бары анықтағаным осы. Қалғанын зертханадан соң айтамын. Соққы тигеніне қарағанда, бұл істі қасақана адам өлтірді деп айтасың ба? Зертханадан соң айтамын. Дегенмен әйелге өміріне қауіпті соққы тигені анық. Абайсызда ұрып алды деп айта алмаймын. Желкедегі соққы басқа тиген соққыдан бұрын тиген. Үй тонаушылар ма? Дедім Айсұлуға қарап. Үй тоналмаған, мынаны қараңыз. Қолындағы сағаты, сақинасы, сырғасы орнында. Қол сөмкесіндегі әмиянында біраз ақшасы бар екен. Ол да жатыр, деді Айсұлу. Есіктен өзі кірген сияқты. Иә, есіктен өзі кірген. Дәл осы жерге де өзі келген. Айтып отырмын ғой, өзіне көмектеспек болған.
Дәкемен қанаған жерін басқан, байлай алмаған, қанды тоқтатпақ болып әрекет жасаған, шамасы келмеген. Жақсы, шаруаларыңды жасай беріңдер деп сыртқа шықтым. Жанат куәгермен сөйлесіп тұр екен. Мен учаскелік жігітке жақындап, Зере ханым бір жерде жұмыс жасайды ма деп сұрадым. Тоқашева бізге медбике болып орналасқан. Бұрын қалада, аудандық ауруханада жұмыс жасаған. Жалғыз сұрадым ма? Көшіп келгендеріне 6-7 ай болды. Алғашқы айларда қызымен тұрған. Оның 1-ші сыныпта оқыған, мектепті аяқтап Алматыға жоғарғы оқуға түскен. Ұлы бар, дәрігер деген, өзім көрмедім. Ресейде қызмет жасайды. Мықты хирург дегенді естігемін. Күйеуі қай кезде қалай қайтыс болған білмеймін. Дәрігер болған. Әйел дәрігері деген елдер. Көшіп келгеніне 6 жыл болды, дедім. Тыныш отбасы болған. Осы ауылда Тоқашевтер көп, анасы, бауырлары бар. Әне олар да келе жатыр деп қақпаға қарады. Ер азамат соңында 2 әйел бар. Асығыс шұлқыны қақпадан кіріп келді. Тағы да 3-4 адам қақпа сыртында қалды. Қақпа алдындағы полицейге бой бермей кірген еркек үйге қарай жүгіріп кіріп кетті. Соңынан келгендер тоқтап қалды. Еркек үйден тез шықты да, басын уыстап, босағаға отыра қалды. Әйелдер жылап, бірін-бірі құшақтады. Тоқашевтар отбасы туралы толық ақпарат жинап маған әкел. Ештеңе қалт жіберме. Сотталған, сотталмаған, қылмыс әлемінде қатысы барлар бар ма? Бүкіл туысын зертте, біреуде қалмасын. Күйеу балалары, құдалары, арғы ата, бергі ата қалмасын. Тоқашева біреуге қарыз болды ме? Соны да анықта. Осы күндері сенің істейтін ең маңызды жұмысың сол болады. Дедім де Жанатқа жақындадым. Жанат куәгер әйелге қағазына қол қойғызып, сіз боссыз, рахмет деді. Қарапайым киінген, көзі бақырайған арық келіншектен қорқып кеткен көз қарасты көре алмадым. Әншейінде осындай өлімдерге куәгер болған адамдар шошып тұрады. Өздері басылып, тынышталса да, көз жанарлары үрейленіп тоқтамай тұратын. Мына әйел кетуге асығып, көзінде үрей емес, басқа нәрсе тұр. Сіз көрші тұрасыз ба? Дедім әдейі жақындап. Әйел Жанатқа қарап, сосын маған ойлы көзбен қарап, мен бәрін ойпе жігітке айттым, деді даусында тіпті батылдық бар. Мен тергеушімін. Мен сұрақ қойғанда, сіз жауап беруге тиіссіз, дедім. Жанат маған қарап, әйелді сынап тұрғанымды көрді де, әйелге жақындап, жауап беріңіз деді. Жоқ, мен осы ауылда тұрамын. Зере ханымға неге келдіңіз? Бағана айттым ғой. Зерені дұрыс танымаймын. Мен ауырып жүредім. Укол, система алуым керек болған. Ауылдағы адамдар Зеренің салып беретін айтқан соң келгенмін. Ауылда аурухана бар ғой? Бар. Мен сенбі-жексенбі күнге келесуге келгенмін. Дәрі-дәрмегіңіз қайда? Айттым тұрмын ғой, келесуге келдім. Сонда ауруханаға бармай, үйіне келдіңіз бе? Тергеуші мырза, ақылдасуға ауруханаға барсам, басқалар не ойлайды? Ренжіп қалмайды ма? Басқалар неге ренжу керек? Мен Зереге ақша төлеймін, ал ауруханада тегін салады. Дәл осы уақытқа үйінде екенін қайдан біліп келдіңіз? Ол жұмыста болуы мүмкін еді ғой, бүгін жұмыс күні. Әйелдің көзі ойнақтап, не айтарын білмей. Мен әйтеуір келе салдым. Түскі асқа келген болар деп ойлаған шығармын. Солай ойлап келдіңіз бе? Әлде қазір ойлап айтып тұрсыз ба? Солай ойлап келдім. Жарайды, барыңыз. Ауылдан алысқа ұзап кетпеңіз.
Іс қозғалды. Сізден тағы жауап аламыз, дедім. Әйел маған жақтырмай қарады да тез кетті. Жанатқа қарадым да, Оралова деді ме? Осы әйелді толық зертте. Шынымен науқас па? Анықта. Таныс тамырларын зертте. Сосын Тоқашева үйінде ем-дом жасап жүрді ме біл. Сонымен қатар сыныптастарын, достарын, қазіргі араласып жүрген жақындарын анықта. Мен Зере ханымның өш алар дұшпаны бар ма анықтайын. Туыстарымен тілдесемін, деп құшақтасып, жылап тұрған екі әйелге жақындап. Мен аса қауіпті істер бөлімінің тергеушісі майор Ізбасаров Ерлан боламын. Сіздер Тоқашева Зереге кім боласыздар, дедім. Екі келіншек жылап тұрып, мен әпкесімін, есімім Шынар, деді. Мен сіңлісімін, Кенжегүл боламын, деді. Зеремен қаншалықты жақын едіңіздер? Кәдімгі әпкелі сіңлідей жақын болдық. Жан сырын білдіңіздер ме? Жан сыры болмаса да сыр бөлісіп араластық. Зере ханымның дұшпаны болды ма? Зеренің дұшпаны болу мүмкін емес. Неге олай айтасыз? Себебі Зере ақылды, салмақты, артық сөзі жоқ адал адам. Өте жақсы. Сонда да біреуге ренжіген кезі болды ғой? Болмады десеңіздер сенбеймін. Жұмысы қиын екені рас. Ауру адамдар ренжіп талай ауыр сөздер айтқанда ренжіп отыратын. Сол науқастар өш алады деп ойлайсыз ба? Ол жағын білмедік. Сіздерге шағым айтпады ма? Жоқ. Маған Зере ханымның өмір жолын басынан аяқ білуім керек. Сосын араласатын таныс достар туралы ақпарат керек. Ханымдар, Зере ханымды аяусыз өлтірді. Ол кім екенін анықтау үшін бүкіл араласқан адамдарды білуіміз керек. Ренжіген науқас, риза болмаған науқас, бәрі керек. Қазірше өмір жолын қысқаша баяндасаңыздар. Жақсы, бар білгенімді айтайын, деді Шынар әпкесі. Ер адам кім болады? Бауырымыз. Ол кісіден де сұрақ жауап аламын. Сіз бастаңыз, дедім Шынарға қарап. Зере менен кейінгі сіңлім. Екеуміздің ортамызда інім Қорған бар. Зере атына заты сай өте зерек қыз болып өсті. Мектепті жақсы оқыды. Сосын училищеге тапсырып, медбике мамандығын игерді. Оқуын бітіріп, тұрмысқа шықты. Ұлды, сосын екі қызды болды. Бір қызы 10 жасқа келгенде суға ағып кетті. Сол кезде қатты күйзеліске түсіп, әрең оңалды. Күйеуі жақсы адам болған. Зерені қатты жақсы көреді, аялады. Сыйластықтары керемет еді. Қыздарының қазасын бірігіп көтерді. Күйеу бала аудандық емханада хирург-гинеколог еді. Жаман аурумен ауырып, біраз қиналып, ем қонбай қайтыс болды. 4 жыл өтті. Қалада жалғыз тұрма деп, біз ауылға көшіріп әкелгенбіз. Күйеуінің туыстары ешқандай көмек бермеді. 2 баласын жалғыз өзі көтерді. Зерешім ақкөңіл бола тұра, байсалды, ешқандай жеңілдік қылық жасаған емес. Күйеуі кеткеніне 4 жыл өтсе де, әлі сол бойы адалдығын ұстап жүрді. Бізді жақсы көреді. Осы үйді өзі таңдап алды. Бұл үйде бұрын Зеренің класс жетекшісі тұрған үй, өзіне қатты ұнайтын. Тағы не айтсам болады? Біреу ренжітті, болмаса мен ренжістім демеді. 1-2 науқас ауыр сөз айтты дегенін естігемін. Ауру адамдар ренжігіш болады ғой. Солардың бірі шығар деп көңіл бөлмедім. Дәл қазір кімдер екен ұмытып тұрмын. Есіме түскенде айтайын. Жақсы, үйде науқас қабылдаушы ма еді?
Жоқ, ондайын естімедім. Демалыс күндері науқастың үйіне барып екпе салушы ма еді? Жоқ. Бізде емхана бар. Екпе салатын бөлмеде бар ғой. Мүмкін сіздерге айтпай, ақша табу үшін өзі тірлік жасаған шығар. Ол жағын білмедім. Көмектеспесе, ақша үшін жұмыс жасауы мүмкін емес. Зерені тапқан әйел екпе салуға келген екен. Сол көріп бізге хабарласты. Бізге қосымша жұмыс жасаймын деп айтпады. Үйден науқас қабылдауы мүмкін емес, деді Кенжегүл. Неге қабылдамайды деп ойлайсыз? Әпкем жұмысында сол науқастардан шаршайды. Үйіне келгенде рахаттанып демалуым керек деп, біз ауырсақ та үйіне шақырмайды. Оған қосымша жұмыс жасау керек емес. Ұлы жақсы көмектеседі. Ұлы қайда? Ұлы Томск қаласында мықты хирург, тек демалыс алғанда келетін. Қызы мен ұлына өздеріңіз хабар бересіздер ме, әлде біз хабарласайық па, дедім. Екі келіншек біріне бірі қарап алды да, өзіміз хабар береміз, деді. Есіктен дос шықты да, Ереке, мәйітті алып кетеміз. Үйді толық зерттедік, деді. Дөке, үйдің сырты зерттелмеді, дедім ойлана. Мәйітті әкете берсін. Сырт жақты сосын зерттейміз деп, қақпаға қарап ысқырып, қол бұлғады. 4 полицей жігіт қап зембіл көтеріп үйге кіргенде, есік көзінде отырған бауыры сылқ етіп талып қалды. Дәл қасында есіктегі қанды зерттеп тұрған дос тез қасына келді де, дәрігер деп айғайлады. Жедел жәрдем бағана келген болатын. Қақпадан дәрігер кіргенше, екі қарындасы шырылдап ағасының қасына барды. Сол аралықта үлкен қақпадан өлік таситын көлік үйге жақын келіп тоқтады. Мен үйге тез жүгіріп кірдім де, жігіттер, сәл тоса тұрыңдаршы. Бауыры талып қалды, алып кетсін. Сосын шығарасыңдар, дедім. Өзім сыртқа шыққанда дәрігер еркекті қарап, қан қысымы қатты көтеріліп кетті. Біз алып кетеміз деп зембілге жатқызды да, тез алып кетті. Екі келіншектің біреуі бірге кеткенде, үйден Зерені көтеріп келіп көлікке басқанда, жылап қарап тұрған Кенжегүл де қиралаңдап құлай жазады. Мен жанында тұр едім, шап беріп ұстап алдым. Дәрігер деп дауыстап шақырдым. Дәрігер асығыс келіп Кенжегүлді қарады да, жүрек талмасы дегенді қатты айтты. Зембіл көтеріп, дәрігерлер келіп, келіншекті салып алып, жедел жәрдемге алып кетті. Обал болды-ау, мына екеуі аман болса жарар еді, деді дос науқастар соңынан қарап. Иә, оларға қатты соққы болды, дедім де үй жаққа қарай бардым. Айсұлу оқиға болған жерді зерттеп жүр екен. Кішігірім салынған сарай алдында соққы тиген көрінеді. Шөбі жоқ тақыр жерде қан қалдықтары кеуіп қалыпты. Сүйретіле үйге қарай жүрген ізге қан жағылған. Оқиға болған жерде шағын шелек төңкеріліп, ішіндегі тамақ қалдығы төгіліп қалыпты. Соған қарағанда итке тамақ алып шыққан көрінеді. Ары таман екі үлкен ит қамауда тұр. Арсылдап үріп тұр. Өздері ашулы. Сетканы ұрғыштап шығардай жұлқынады. Түнге қарай тамақ әкелгеніне қарағанда, түнге босатады ма екен, иттерге жетпеген. Айсұлу сарай бұрышын қарап жүріп, мына жерде қасқой күткен тәрізді. Тапталған шөп, ағашқа сүйеніп тұрған. Ағаш қабығына киім талшықтары бар екен, деп ұқыппен сараптама алып тұр. Мен жақындап келіп қарадым. Жер тапталған, темекі күлі төгілген. Темекі қалдығын іздеп көріп едім, таба алмадым. Темекі тартыпты. Қалдығы табылды ма, дедім Айсұлуға қарап. Қалдығы жоқ, қаскөй алып кеткен сияқты,
деді өз шаруасын жасап. Бізге қарап, арсылдап есікті қаққылап үріп тұрған иттерге қарап, түнде иттер қаскөйге дәл осылай үрді ме екен? Иттердің үргеніне иесі тамақ алып шыққан ба? Бұл иттер неге қамауда тұр? Неге байлауда емес, қамауда? Итті күндіз қамауда ұстаса, түнде босату керек. Зелия ханым иттерді босатуға шыққан шығар. Көршілерімен сөйлесуім керек. Ит туралы анықтауымыз керек, деп қақпа сыртындағы көршілерге жақындадым. Көз жасын сүртіп, 4 әйел сыбырлап сөйлесіп тұр. Мен қастарына жақындап, өзімді таныстырып, сосын сұрақ қойдым. Зелия ханымның көршілерімен қарым қатынасы қалай еді? Дедім. Әйелдер біріне бірі қарап алып та жарыса. Өте жақсы. Керемет болды. Жақсы. Қонақ жай өте жақсы болды, деді. Айтыңыздаршы, жалғыз тұрғанға қорықпаушы ма еді? Қорықтым деген естімедік. Неге қорқу керек еді? Енді мына жағдайдан кейін қорқу керек болды, деп келіншектің біреуі аузын алақанымен жапты. Иттер солай күндіз түні қамауда тұрады ма? Жоқ, иттер түнге қарай бос жүреді. Иттері қабаған, өте ашулы. Зелия сағат түнгі 10-да босатады да таңғы 6:30-да қайта қамайды. Қабаған иттерді бос қойғанына қарағанда Зелия қорыққан ғой. Біз бәріміз солай жасаймыз. Қабаған итті мал үшін ұстаймыз. Кейде ұры-қары келіп қалады. Сол үшін түнге итті босатамыз. Зелияде біраз мал бар, деді бір келіншек қора жақты көрсетіп. Малдары орнында ма екен деген ой келді. Осы күндері Зелия ханымға бөтен адам келді ме? Бөтен ешкімді көрмедік. Жақын күндері, кеше, алдыңғы күндерде біреу келді ме? Күндіз келген жанды байқамадық. Түнде кім келді деп қарауылдамаймыз. Зелия ханымның үйін жақсы танитын қайсыңыз? Үйге кіріп бірдеңе жоғалды ма? Заттар орнынан қозғалды ма? Көріп берсеңіздер, дедім. 4 келіншекте ойланып қалды да, үшеуі бірдей. Сен барсаңшы, сен жиі араластың ғой, деді араларындағы 30-дан асқан келіншекке. Жақсы, мен барып көрейін, деді келіншек. Тағы бір сұрақ. Зелия ханым көрші ретінде сіздерге екпе салып беруші ме еді? Келіншектер көздері жыпылықтап, қипақтап кетті. Ханымдар, өтініш, осы ақпаратты анықтауымыз керек. Өте маңызды. Сіздерге ештеңе болмайды, қорықпаңыздар, дедім. 60-қа таяп қалған әйел күрсініп алды да. Менің күйеуімнің қанты жоғары. Кейде зекем келіп екпесін салып беретін. Үйіңізге баратын ғой? Иә, үйге келетін. Бір кезде мен ауырып, екпемен система алуым керек болғанда, демалыс күн болып, мен Зелияны көшеде көріп өтінгенімде, үйге келіп салып берген, деді толық келіншек. Жақсы, ал сіздерге көмегі тиді ме? Балам қолын кесіп алғанда жуып, залалсыздандырып, таңып берді, деді аласа бойлы әйел. Менімен үйге кіретін келіншек үндемеді. Ханымдар, сіздер бәрін бақылап, көріп жүресіздер ғой. Зелия ханымды сыртынан бақылап қараған біреуді байқадыңыздар ма? Шығарып салған ер азамат, болмаса көңіл қосқан біреуі дегендей. 4-еуі де бастарын шайқады. Көрмедім, байқамадым. Жоқ, бөтен еркек келген емес. Ондай әйелдер қатарынан емес. Зелияге еркек керек емес, бірдеңе керек болса бауырларына айтатын. Иә, 2 бауыры, жездесі, күйеу баласы демде келіп шаруаларын тындыратын. Үй шаруасы бөлек, жанына еркек ұстау бөлек қой. Жасырын келген біреуді байқадыңыздар ма? Жоқ, көрмедім, байқаған жоқпын. Сосын тергеуші мырза,
Біз де жұмыстамыз. Зерені аңдып отыратын көшедегі әжелер емеспіз ғой. Әжелер бәрін бақылайтын еді ғой деген ой жүгіртіп өтті. Сонда естеріңізге бірдеңе түссе, маған дереу хабарласыңыздар. Мысалы, үйді қарап, осы маңда жүрген адам, Зере ханымды шығарып салған біреу, ренжіп қалған адамы сияқты жағдайлар естеріңізге түссе дереу хабарласыңыздар. Қай уақыт екеніне қарамай, қоңырау соқсаңыздар деп өз телефоным жазылған қағазды бердім. Әйелдер бастарын изеп қалды. Үйді қарап, көмектесетін әйелді ертіп, қақпадан ішке кірдім. Көрші келіншекті ертіп, Зере ханымның үйіне кірдік. Әйел зәресі ұшып қорыққаннан қалшылдап кетті. Ханым, есіміңіз кім? Торғын. Торғын ханым, сіз қорықпаңыз. Мұқият қарап, не өзгерді? Қандай зат жоқ, бізге айтыңыз. Туыстарының жағдайы анандай болған соң, амал жоқ, сізге өтініп тұрмын, дедім. Торғын жан-жағына қарап, бәрі орнында тұр. Қозғалғанда зат жоқ, деді. Рахмет, мұқият қарадыңыз ба? Дедім. Келіншек үрейлі көзімен қайта қарап шықты да. Мен үйге келіп жүргенде бәрі осылай, жиһаз осылай тұратын. Қозғалған зат жоқ. Серванттағы заттар да орнында. Кітап сөресі де орнында. Жатын бөлмеде солай, деді ойлы көзбен тағы шолып қарап. Бәрі орнында, деді. Рахмет деп сыртқа шығарып бара жатыр едім. Жақында ұла келіп берген құндыз тоны бар еді. 50 жасқа толғанда әперемін деп, жас бала әпере алмай, 50-ге толғанда алып берген. Жап жаңа. Зере кигенде жоқ, деді шифонерді көрсетіп. Дереу шифонерді ашып қарадық. Тон жоқ. Киімдеріне қараңызшы, тағы несі жоқ. Әйел қарап тұрып, бәрі орнында сияқты. Мен киімдерін білмеймін. Зергерлік заттары болды ма? Болды. Неке жүзігі, алтын сырғасы, сосын алқасы, қымбат қол сағаты бар еді. Рахмет, олар Зере ханымның өзімен бірге. Омырауға тағатын түйреуіште болған, оның тастары болған. Бір тасы түсіп қалғандықтан тақпайтын. Алтын ба еді? Иә, алтын деген. Кәдімгідей үлкен болатын. Көзін салдырып, тазалатып, қызына беремін деп жүрген. Өте жақсы, Торғын ханым. Не есіңізге түседі? Дереу хабарласыңыз, деп шығарып салдым. Опер жігіттер түйреуішті іздеп жүр. Сыртқа шықсам, учаскелік жігіт су алып қора жаққа бара жатыр. Малдары орнында ма? Дедім. Кешіріңіз, қанша малы барын білмеймін. Әйтеуір бар, деді учаскелік жігіт. Қора жаққа бардым. Жеке қой қорада 15 қой қозысымен маңырап тұр. Келесі қора жабық екен. Жарық қосып ішке кірсем, байлауда тұрған 3 ірі қара, мойындарынан астауына байлаулы. Малдары орнында сияқты. Сосын апайынан сұрайын, деп сыртқа шықтым. Дос әлі төңіректі зерттеп жүр. Айсұлуда бас көтермей отыр. Иә, достарым, сендердің осылай мұқият зер салып, әр нәрсені зерттегендерінің арқасында іс ашылып қалар, дедім. Кетіп бара жатып, бөлек шағын үйге көзім түсті. Есігі ашық, шағын бөлме екен. Ішке кірмек болып едім, есіктен тоқтадым. Красканың ба, лактың ба, иісі шығып тұр. Есіктің алдында тұрып, ішке көз жүгірттім. Бөлмеде құрал жабдықтар, саймандар,
керек заттар ұқыппен реттеліп қойылған. Дәл есік қасында сөреден әйнек құты құлап шағылыпты. Ішінде ағаш сырлайтын лаг екен. Төгіліпті. Соның иісі шығып тұр. Біреу жақсылап басып кетіп, жан жағына аяғын сүртіпті. Із есікке дейін басылған. Сосын дәл есік қасындағы халатқа аяқ кемде жалған лаг сүртіліпті. Так, мынау Зере ханым емес. Егер Зере ханым сындырып алып басып кетсе де, дәл осылай барлық жерге жағып, одан қалса халатқа сүртпеседі. Досы шақырайын дедім. Дөке, мына жерді зерттеп жіберсеңіз дедім. Дос ойлы көзбен маған жақындады. Дөке, мына лаг бар құтыны қаскөй сындырып алған сияқты. Лакты басып кетіп, халатқа және барлық жерге аяғын сүрткен. Зере ханым болса, тәп-тәуір халатын бұлғамас еді. Осылай барлық жерге сүртпес еді, дедім. Дос аузын шошайтып, мұқият қарап тұр. Досты сол жерге қалдырып, оқиға болған жерге қайта келдім. Жерге зер салып қарап тұрып, қан көп төгілген жерге жақындадым. Бұл жер басқа жерге қарағанда сәл биіктеу, әрі томпайып тұр. Ақырын қолымен қанды сипалап қарасам, үш бұрышты темір шеті топырақпен көмілген екен. Басқа қатты деген нәрсе осы екен ғой, деп топырағын сипалап кеңейтіп аштым. Темір шеті үшкір, қан жағылған. Иә, Зере ханымды желкесіне ұрып талдырғанда салмақпен дәл осы темірге құлаған. Темірге деген соққы ажал шақырды деп басымды көтеріп, дос жаққа қарадым. Дос фотоаппаратын шақылдатып, суретке түсірді де, жан жағына арап, мені көріп қабағын көтерді. Мен басымды изеп, жаныма шақырдым. Ол асығыс келді. Сөз айтпай көзіме қарайды. Дөке, Зере ханымды бастан ұрған ба? Әлде ханым өзі ана темірге құлағанды ұрып алған ба, дедім. Дос жақындап келіп, оқы, бұны қайдан шығардың? Бағана бұл жерде ұйыған қан ғана болып еді ғой, деп қолыма қарады да, қан, топырақ болып бұлғанып тұрған қолымды көріп, түрі бұзылып. Бар, тез қолыңды жақсылап жу. Сен осы кірісерде қолғап неге кимейсің? Бұл қан ғой. Қалай жиркенбей сипалағансың, деді қабағын түйіп. Мен қолымды қағып, су қайда екен деп жан жағыма қарап едім. Мынау монша. Сонда сабын да бар екен. Жақсылап жу. Бұдан кейін сенің қалтаңа қолғап салып қоймасам, деп фотоаппаратын шығарып, өз жұмысына кірісіп кетті. Қолымды жақсылап жуып шықсам, Айсұлу да достың қасында. Жердегі қаннан үлгі алып отыр. Ереке, мен сізге таң қаламын. Мына темірді иіскеп білдіңіз бе? Біз бағана сонша қарап, бұл жерді зерттеп кетіп едік. Бұл темірді көрмегенбіз. Сіз сопаң еткізіп, шығарып қойыпсыз, деп күле сөйледі. Дедукция. Қарындасым, мүмкін иіскеп білдім бе, өзім түсінбеймін. Айсұлу күліп бетіме қаратты. Ренжімеңізші. Шынымен таң қалған соң айтып отырмын. Ұялғаннан да айтылған сөз. Бізде минус кетті, деді кеудесін басып. Неге ренжиді? Иісшіл ит екені өтірік пе? Деп даусын шығарып дос күлді. Дөке, енді сіз итті қоспасаңыз болады ғой, деп Айсұлу ренжи айтты. Ит деген жеті қазынаның бірі. Итке теңесе, мамандығым соның әрекетін жасатқызды. Айсұлу, мен кейде өзімді жартылай итпін бе? Әлде бұрынғы өмірде ит болдым ба? Осыншалық сезгіштік қайдан келеді деп ойлап қаламын, дедім. Ереке, сіз де қайдағы жоқты айтады екенсіз, деп Айсұлу үй жаққа қарады. Айсұлу, маған айтшы, сен анау терезе алдындағы темірден қолтаңба алдың ба?
Айсұлу қызарып кетті. Менің ойымша Қаскөй терезеден үйге қарауы керек. Сол кезде өзі де байқамай сол темірді ұстап қалуы мүмкін. Сен тексеріп көрші. Бұл енді иіс сезгіршік емес, болжам, дедім. Темір деп тұрғаным, терезе қасында теледидар антеннасы орнатылған ұзын темір құбыр тірегі еді. Айсұлу темірге жақындап келіп, қолтаңба ізін алуға сұйықтықты жақты. Қолтаңба іздері көріне басады. Айсұлу қысыла жымиып, ұяла қарады. Мен көзімді қысып, үйге қарай кеттім. Зеренің барша таныс тамырын зерттеуіміз керек. Үйі маңын қарап жүрмін. Кім болса да иттер қамауда болған кезде келген. Анау сарайға тығылған. Неге үйге кірмеді екен? Өлтіргісі келсе, үйге кіріп те өлтірер еді. Түн жарымында жалғыз басты әйелді үйінің ішінде өлтіре салу оған түк емес қой. Ал сыртта өлтіру қауіпті. Оның көзге түсіп қалуы мүмкін еді. Әлде ол тек қорқытпақ болды ма? Зере ханым құлағанда өміріне қауіпті соққыны өз алған шығар. Соны анықтау керек. Солай болған күннің өзінде түнде келіп желкеден ұрған кім? Құндыз тон мен түйреуіш қайда кетті? Тон мен алтын түйреуішті алған адам неге үйді тінтімеген? Зере ханымның жинаған ақшасы қобдишасында жатыр. Ақыры ұрлық жасаған екен. Неге бәрін алып кетпеген? Сақинасы, сырғасы да алқасы да алтын. Қолсағатты қымбат еді. Оларда қалған. Мүмкін тон мен алтын түйреуішті әдейі ұрлық болды деп ойласын деп алып кетті екен. Ойлану керек. Бөлімшеге бардық. Бастық жиналыс ашты. Оқиғаның мән жайынан хабардар болып, адам өлімі деген іс ашылып, мен сол істі басқаратын болып тағайындалдым. Ізбасаров, адам өлтіру емес, тек адам өлімі екенін түсінген боларсың, деді жаңа бастығым. Басеке, кешірім өтінемін. Бұл оқиға қасақана өлім болуы мүмкін. Ізбасаров, осы мүмкін деген сөзді ғой. Әйел шалынып құлап, сол темірге басымен тиіп өлген шығар. Солай болуы да мүмкін ғой, деді қабағын түйіп. Мен досқа бір қарап алдым да, желкеге тиген соққыны жоққа шығаруымыз керек пе? Ізбасаров, мен соқыр да керең де емеспін. Табылбеков достың мәліметін тыңдадым да, оқып та отырмын. Соққы ол маңызды болмауы да мүмкін, дегенде дос тамағын кернеп алды да. Жолдас подполковник, ол соққы өте маңызды. Соққы тимесе, Тоқашева құламас еді, деді. Бастық көзін сығырайта шақтырмай қарады да. Сонда да мен бұл істі адам өлтірілді деп ашпаймын. Жұмыс жасаңдар. Қаскөй табылады деп ойламаймын. Сендер осы істі созылып кешке дейін сол жұмыстан басқа жұмыстарың жоқтай сенделіп жүріп алмаңдар. Менің ойымша, әйел өзі құлап, темірге басымен соғылып жарақат алды. Жедел жәрдем шақырмай, өзі емдеймін деп өлім құшты. Олай емес, желкеге тиген соққы бар, дедім ашуым келіп. Ол соққы бұрын тиген болар. Басеке, осынша жыл жұмыс істеп, талай істі зерттеп жүрген, мен бұрын соғылған соққымен дәл басын ұрған кезде бірер секунд бұрын тиген соққыны ажырата алмай қара басты дейсіз бе? Деді дос зіл дауыспен. Табылбеков, сен ашуланба, болды. Барыңдар, тағы зерттеңдер. Барыңдар, деді зілді дауыспен. Бастықтың бөлмесінен ашуыма булығып, дәлізге сыймай сыртқа бірақ шықтым. Бұрынғы бастығымның қолдауы ауадай керек-ақ. Мына бастық сымақ аяққа оралғы болмаса болды, деп аудандық ішкі істер бөлімінің шағын бақшасына кірдім. Орындыққа отырып, іс барысын қалай жоспарлауды ойладым.
Дос ойлы көзбен қасыма келді. Анау сонда бізді кім деп ойлайды, өзін кімін деп ойлайды, дедім ашуланып. Басыңды ашумен толтырма, бұл Басекеңнің сырымен таныспыз. Ол саған көмек бере қоймайды, деп қасыма отырды. Дөке, бастықтан көмек болмаса, істі қалай ашамын? Ой, Ереке, сен өзің тергеуші емессің бе? Айтып отырмын ғой, басыңды ашуға толтырмай, тек мына оқиғаны зерттеуді ойла. Сенің санаң басқа ойдан бос болып, Зеренің ісіне кіруің керек. Дөке-ау, дұрыс айтасың, дегенмен. Ереке, мен бармын, Айсұлу бар. Жанат, бәріміз жанымызды салып істейміз. Сосын сенімді агенттерің бар. Бұл іс те ұзаққа бармай, тез ашылар. Ең бастысы жалғыз емессің, деп арқамнан қақты. Досым, сен болмасаң, мен кіммін? Маған бар күш беретін, ойыма ой қосатын, дәл сенсің ғой, рахмет. Жүр, сенің не зерттегеніңді қарайын. Жүр. Сен жұмыс тауып бермесең, мен бөлмемде құр отырып жынанатын шығармын, деп күліп еріп келеді. Достың бөлмесіне келіп, ол қағаздарын алдына қойып, әйел, ой, Зере ханым, соққыдан құлап, сол темірге басын соқты. Ажал қан көп кеткеннен болды. Соққы мен өлген уақыт аралығы жарты сағат. Бұлай айтсам болады. Соққы тиді. Әйел бар салмақпен темірге дәл басын оңдыртпай соға құлайды. Есінен танып 10-15 минут жатып қалады. Сосын есін жинап, үйіне кіргенше 5 минуттан көп уақыт кетеді. Аптекасын шығарып, өзіне көмек көрсетпек болғанда, қанның азайып кеткеннен ағзасы әлсіреп, ұйқы қысады. Зере ханым ұйқымен де алысып, ұйықтамауға тырысқанмен, шамасы келмей ұйықтап кетіп, ояна алмады. Ажал сол кезде келді. Денесінде басқа жарақат жоқ, еш жері ауырмаған. Ұзақ уақыт жыныстық қатынаста болмаған. Оқиға болған жерден бөтен бір ғана қолтаңба табылды. Ол қолтаңба үйдегі есік тұтқасында болды. Сосын сарай есігінде. Терезе алдындағы темірде де болды. Бәрі бір адамдікі. 42-ші өлшем сарайдағы аяқ ізі үй маңынан да табылды. Келген қаскөйдікі болуы мүмкін. Үй ішінде де сыртта да тазалықты жақсы сақтаған. Қолтаңба иесі қазірше біздің базада жоқ. Келген қаскөй бұрындары еш жерде тіркелмеген. Алғашқы қылмыс екені анық. Оған себеп алтын мен ақшаны алмай кеткені. Құндыз тон ше? Ереке, құндыз тон бұрынырақ жоқ болуы мүмкін. Алтын түйреуішті зергерлік тазалау жерлерден іздеуіміз керек. Дос жараны таныс тамырларын анықтадыңдар ма? Жігіттер анықтап жатыр. Жанат қазір келеді. Мен атқарған істе саған дем беретін ештеңе жоқ. Дөке, рахмет деп бөлмеме келдім. Қағаздарымды қайта қарап, жазылған ақпараттарға көңіл бөлдім. Сонымен Зере ханым жұмыста жауапкершілігі жоғары, өте бағалы қызметкер екен. Ұжымдағылар құрметпен сыйлайтындарын жазыпты. Көп жылғы тәжірибесі бар. Жас мамандарға көмек қолын соза білген жан екен. Аудан орталығынан ауылдық жерге келгендіктен білгені де көп, үйреткені де көп екен. 5 айда ұжымдағылар жақсы көріп кетіпті. Көршілері де жақсы сөздер айтып, мақтауларын асырды. Туыстарынан да жақсы ақпарат алдық. Тек бауырымен сөйлесе алмадық. Куәгер, осы куәгер неге маған жақпай тұр? Ол келді, неге қақпадан кетіп қалмай үйге кірді? Тоқта, үйдің ішіне неге кірді? Танымаймын деді. Танымайтын адамның үйіне кіруші ме еді? Ерлан, сол әйелді зертте.
Оралова Айкен, сен кімсің? Куәгерсің бе, қаскөйсің бе? Мекен жайы қандай еді? Деп мекен жайын тауып оқыдым да тездетіп баруды жөн көрдім. Жанат жинаған ақпараттан Оралова сол ауылдың емханасына тіркелмепті, дәрігерге көрінбепті. Ол ауырып қалып, емделуге келдім деп еді. Сонда сол сөзі өтірік болды ғой. Ерлан тағы бір рет Ораловаға жолығуым керек деп асығыс көлігіме отырдым. Мен келгенде сағат күндізгі 4:30 болатын. Ауладан кірсем, кең аула ортасында, бақ астында Айкен ханым шиеден компот жауып жүр екен. Қарап келе жатып, ауырдым деп еді. Денсаулығы нашар болып, ем алып жүрсе, компот жауып несі бар дедім. Айкен ханым мені көріп, түрлі сұрланып кетті. Қайырлы кеш, қақпа ашық тұр екен дедім. Әйел қабағын түйіп басын изеді. Жасап жатқан шаруасын тастай сала алмады. Қипақтап амал жоқ, банкаларға жемістерді салып қойған. Қайнатып қойған суын құюы керек болған соң құйып тұр. Қайырлы кеш, ойымына шиені теріп қойған екен. Ашып кетпесін деп, ауырып жүрсем де амалым жоқ, жауып тұрмын, деді ыңырсыған дауыспен. Сіздер әйелдерді айтамын, өздеріңізді аямайсыздар, дедім үркітіп алмайын деп, жанашырлық танытқан болып. Айкеннің бозарып тұрған бетіне азап қана қан жүгіріп, түрін аянышты жасап, айтпаңыз, сондаймыз, өзімізді аямаймыз, деді. Тіпті тік тұрған денесі сәл еңкейіп, иығы салбырап қалды. Мен көз алмай қарап тұрып, мына елдің артист бола қалғанына таңғалдым. Сізге келіп едім, шаруаңызды жасап болған соң, менімен Зеренің үйіне барайық дедім. Айкен басын тез көтеріп, маған жалт қарады. Көзінде ашу да бар. Ол үйде не істейміз, деді даусы сілді шықты. Айкен ханым, ол жерде адам өлімі болды. Сіз куәгер болдыңыз. Енді анықтайтын мәселе өте көп. Сол үшін сізге жиі келіп, оқиға болған жерге барып, зерттеу жүргіземіз, дедім. Әйел түнеріп кетіп, шаруасын ашумен жасай бастады. Жанында шиені езгілеп ойнап тұрған кішкентай қызын салып кеп жіберді. Не істеп отырсың? Мына түрің не? Үстіңді бұлғадың ғой, деді. Қыз шырылдап жылап, жер тепкілеп, су болып тұрған жерге жалп етіп отыра қалды. Әйел қызын жұлқылап, орнынан тұрғызды да, арқасынан аяғынан салып-салып, үйге қарай итеріп жіберді. Қыз одан арман шыңғырып, үйге қарай бармай, жерге домалады. Дәл осындай жағдай болады деп ойламап едім. Қас қағым сәтте қыз шырылдап, әйел жұлқынып быт-шыт боп кетті. Айкенге қарап ашуым келді. Сізге не көрінді? Қызды неге ұрдыңыз? Деп айғайлап жібердім. Айкен қызына ашуланып бара жатқан. Маған жалт қарады да, өз қызым, не істесем де өзім білемін, деді. Сол аралықта үйден 14-15 жасар қыз бала жүгіріп шығып, кішкене қызды көтеріп үй артына алып кетті. Оралова ханым, сіз кіммен сөйлесіп тұрғаныңызды ұмытпаңыз, дедім зілді дауыспен. Әйел ойланып, көзін төмен салып, банкілердің қасына келді. Кәмелетке толмаған қызыңызға қол жұмсағаныңыз үшін мен сізді жауапқа тарта аламын, дедім. Кешіріңізші, кешірем өтінемін, деді. Мына шаруаңызды тез аяқтаңыз да, менімен жүріңіз. Қызбен алысып, өзіңізден өзіңіз ашуланып, не істеп кеттіңіз? Жылдам қозғалыңыз. Сізді қақпа сыртында күтемін, дедім. Компот банкаларының аузын бұрап жабу ғана қалған. Ары кетсе 20 минутта жұмысы аяқталу керек екен білдім де, әйелге қайта қарап, 20 минуттан соң тездетіп шығыңыз, дедім. Көлігіме отырып, Айкенді сырттай зерттей бастадым.
үй-жай өте жақсы екен. Ауылдағы көп тұрмыстылармен тең. Күйеуі қандай адам екен? Жанат бағана күйеуін жүргізуші, алыс сапарларда жүреді деп жазған. Бүгін қайда екен? Сапарда ма, ауылда ма? Жарайды, күйеуін қоя тұралық. Жоқ, Ереке, күйеуінің де қатысы бар шығар. Әйке неге соншалықты ашуланды? Бөтен үйге сескенбей қалай кірді? Танымаймын деп тұрып қорықпай кіреді. Мүмкін күйеуі Зере ханымның желкесінен соғып қашқан шығар. Тоқта, бұл әйелдің күйеуі осыдан бір күн бұрын ауылдан кеткені анықталған. Ол дегеніміз қылмыс болар алдындағы күн. Иә, Жанат Ораловтың жұмыс орнынан анықтама алып папкаға салған. Оның алибиі бар. Ол бұл жерден алыс жаққа сапарға жүк машинасымен шығып кетті. Күйеуінің қатысы жоқ. Әйкен ханым қорықпайды, ашуланады. Неге? Қорыққан адам мен ашуланған адамның әрекетін жақсылап зерттеп алғанмын. Әйкен ханымда үрей емес ашу. Жарайды, Ерлан. Қазір сөйлесе келе анықтарсың деп отырдым. Әйкен асығыс қақпа сыртынан шығып, көлікке жақындады. Мен көлік есігін іштен ашып, отырыңыз дедім. Әйкен тез отырды. Көлік жылжығанда, қыз қалай болды, дедім кішкентай қызды уайымдап. Сіз уайымдамаңыз. Қызым сондай ерке. Жерге жата қалатын жаман әдеті бар. Қойғыза алмай жүрмін, деді сабырлы дауыспен. Ұрғаннан болмаса жұлқылағаннан қоймайды ғой. Кешірім өтінемін. Негізі мен баланы ұрмаймын. Бағана ашуым келді. Неге ашуландыңыз? Тегі не ғой? Сіз келер алдында ғана тап-таза кеніргенмін. Киіміне шие сөлін жағып былғап тұр. Ол сөл енді қып-қызыл болып жусам да кетпейді ғой. Сіз сонда да қызды қатты ұрып жібердіңіз. Ол әлі кішкентай ғой. Иә, кішкентай. Осы қызым осындай. Тазалықты білмейді. Алдыңғы қыздарым ондай емес еді, деп сөзді басқаға бұрғанын сездім. Қызын оңыртпай салып кеп қалғанын ұмыттырып жібермек. Сізде неше бала бар? 3 қыз деп жылдам айтты. О, жұмақтың есігі айқара ашық екен ғой, деп мен де әдейі сөзді басқаға бұрдым. Әйел риза болған көзбен бір қарап алды да, солай дейді, деген сөзді ақырын айтты. Даусында мұң бар сияқты. Біз Зеренің есік алдына келдік. Әйкен ойланып қарады. Бірінші бөлімнің соңы жалғасы бар. Зейін салып тыңдағандарыңыз үшін рахмет.